Ұлттық ойындар халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан асыл мұрасы, рухани қазынасы. Бүгінгі таңда балабақшада ұлттық ойындарды қолдану жас ұрпақты жан-жақты дамытудың тиімді жолдарының бірі. Балабақша жасындағы балалар үшін ойын негізгі әрекет түрі. Сондықтан тәрбие мен білім беру үдерісінде ұлттық ойындарды пайдалану олардың денсаулығын нығайтып қана қоймай, ұлттық құндылықтарға деген сүйіспеншілігін арттырады. Қазақ халқының ертеден келе жатқан ұлттық ойындарының бірі бестас. Бұл ойын көбінесе қыз балалар арасында кең тараған. Ойын ептілікке, жылдамдыққа, дәлдікке және зейінге баулиды. Ойынның мақсаты тастарды белгілі бір тәртіппен лақтырып, қағып алу арқылы кезеңдерді қателеспей орындау. Бескене үстел үсті ойыны. Ойынды тақта немесе алаңда екі ойыншы ойнайды. 10 ойлы шеңберден тұратын тақтада бескенеден екі түсті асықтарды бір ойыншы бүк жағымен, екінші ойыншы шік жағымен қойып ойнайды. Бүк жағымен ойнайтын ойыншы ойынды бастайды. Ойын кенелерді оюлы шеңберден оюлы шеңберге жылжыту арқылы жалғасады. Ойын барысында кенелерді алға, артқа, оңға, солға жылжыта отырып, қарсыластың кенейін аттау арқылы алады. Ойын қарсыластың кенелері таусылғанша жалғасады. Балалар, бұл ойында кім жеңіске жетті? Ақжүрек. Ақжүрек жеңіске жетті. Балалар, біздер бескене ойынның ережесін түсіндік пе? Иә. Олай болса, келесі ойынды Ерасыл менен Мансұр ойнайды. Ойнаймыз ба? Иә. Шертпек қазақтың асықпен ойналатын ұлттық балалар ойыны. Бұл ойын дәлдікке, мергендікке және қол икемділігіне баулиды. Асықтар ортаға тігіледі, немесе белгілі бір сызық бойына қойылады. Әр ойыншы кезекпен сақасын шертіп, нысанадағы асықты көздейді. Егер асықты дәл тигізіп шеңберден шығарса, сол асықты алады. Ең көп асық жинаған ойыншы жеңімпаз атанады. Балалар, бұл ойынды түсіндік қой, бұл шертпек ойында кімнің асығы көп болса, сол жеңіске жетеді. Нурикамал, сенде неше асық бар? Санайықшы кәнекей. Мына жерге қой. Мына жерге қой, асығыңды, санай ғой. Нешеу? 1, 2, 3, 4, 5. Өте жақсы, Нурикамалда 6 асық бар екен. Келесі, Адина, сенде ше? Неше асық? 2, 3. 4 асық, Келесі, Айзере? Айзереде 2 асық екен. Фатимада 2 асық екен. Балалар, бұл ойында Нурикамалдың асығы көп, солай ма? Олай болса, біздің Нурикамал жеңіске жетті. Ура! Өте жақсы, тамаша. Шертпек ойыны сендерге ұнады ма? Иә. Олай болса, тағы да ойнайық.